Қазақстанда волонтерлық қозғалыс белсенді дамып келеді. Ол туралы өткен отырыста әріптесіміз Вера Ким ханым жақсы айтқан болатын. Комиссия мүшелері және волонтерлық ұйымдар, елдің шынайы патриоттары, жасампаз әрі өзекті мәселелерге бейжай қарамайтын жастар, қоғам игілігі үшін еңбек етіп жатқанына назар аударды. Биылғы жыл бүкіл әлемде халықаралық волонтерлар жылы ретінде аталып өтуде. Өздеріңізге белгілі, бұл бастаманы мемлекет басшысы Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 75-ші сессиясында жария еткен болатын. Комиссия қарауына волонтерлық қызметті конституциялық деңгейде бекіту туралы ұсыныстар түсті. Волонтерлық қызмет туралы заңды және азаматтардың ақысыз, ерікті көмегінің мұқтаж адамдарға қажеттігін, қоршаған ортаны қорғаудағы маңызын ескере отырып, бұл ұсыныс қолданды. Жобаның 31 бабының 2 тармағына Қазақстан Республикасында ерікті әлеуметтік сақтандыру, өзге де әлеуметтік қамсыздандыру түрлері волонтерлық қызмет пен қайырымдылық қолдау табады деген толықтыру енгізілді. Бастамашылардың пікірінше, бұл идея жобаның басқа ережелерін, әсіресе преамбуланы және Қазақстан Республикасы қызметінің негіз құраушы қағидаттарын қисынды түрде толықтырады. Олардың қатарында жауапты әрі жасампаздық, отаншылдық идеясын ілгерілету, қоғамдық диалогты дамыту, еңбек сүйгіштік құндылықтарын бекіту, жоғары экологиялық мәдениетті қалыптастыру және басқалары бар.